Сәлем достар, бұл Easy қазақша жобасының 5-ші сабағы. Бүгін біз отбасы мүшелеріне қонақ күтуде қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін үйренетін боламыз. Қазақша отбасы мүшелерінің атаулары: ата, әже, әке, ана, аға, қарындас, сіңілі, іні. Отбасы мүшелерін дұрыс атауға арналған лайфхактар топтамасына кезекті берсек. Бірінші лайфхак. Отбасы мүшесінің атауынан кейін әң жалғауын жалғау арқылы сұраулы сөйлем құрастыра аласыз. Мысалы, ағаң қайда? Әкең үйде ме? Екінші лайфхак. Баяндау сөйлемнің оңай формуласы. Етістік пенен зат есімді тіркестіру арқылы сөйлем құрастыра аласыз. Мысалы, ас дайын, әжең ұйықтап жатыр. Үшінші лайфхак. Сыпайы шақыру мақсатында әңіз жалғауын қолданыңыз. Мысалы, төрге шығыңыз. Яғни, қонаққа айтқанда әңіз жалғауын жалғаңыз. Бүгін біз отбасы мүшелері, қонақ күту, үйдегі сөздер туралы үйрендік. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіз, каналға жазылыңыз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыз.